Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін сүзбеден өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәмі өте ерекше, жұмсақ, үлпілдеп шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен сүзбемізді дайындап аламыз. Оған бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Және де 2 қасық шекермен шым-шым тұз қосып жақсылап араластырамыз. Мінекей осылай шекер мен тұз еріп, жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұн салып, қамырымызды илейтін боламыз. Ұнның үстіне осындай 1 шай қасық разрыхитель мен ванилин қосамыз. Қамыр кішкене қаттырақ болып иленеді, бірақ кейін жұмсарып кетеді. Дайын болған қамырды 2-ге бөліп, жақсылап жаятын боламыз. Мінекей осыншалықты жұқарғанша қамырды жайып аламыз. Әрі қарай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Шетіндегі түзу емес жерлерін алып тастаймыз.
Печеньеміздің ортасына шекер мен кокосовая стружка дейміз ғой, екеуін араластырып сепсеңіздер болады. Немесе өздеріңіздің қалауларыңызша басқа нәрсе қоссаңыздар болады. Осылай бір келкі етіп сеуіп шығамыз, әрі қарай қамырды осылай ораймыз. Мінекей орады, қары қарай осылай кесіп шығатын боламыз. Мінекей достар, дайын болды. Енді осыны 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Сүзбеден жасалған печеньелеріміз дайын, достар. Өте ерекше, өте дәмді. Шаймен ішсеңіздер керемет. Ас болсын. Менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.